Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін нан салма немесе аймаш тағамын жасайтын боламыз. Ең алдымен бір ыдысқа тұзымызды, суымызды қосып аламыз. Сосын жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Міне, тестамыз дайын. Оның бетін майлықпен жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Қамырымызды міндетті түрде қайтарып илеу қажет. Ең алдымен етімізді осылай кубиктап турап аламыз. Пиязымызды және сәбіз бен болгарскийімізді осылай турап аламыз. Ал картошкамызды кубиктап турап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Пиязымызды, болгарскийімізді және сәбізімізді, картошкамызды еттің үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне көк пиязымызды қосамыз. Азғантай бұрыш пен дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Томатная пастаны да қосамыз. Міне, осынша көлемде су құюымыз қажет. Енді қамырын жайып аламыз. Қамырымыз осындай қалыңдықта болуы қажет. Қамырымызды бөліп, осылай турап аламыз. Оны қайнап тұрған суға піскенше саламыз. Піскен соң оған мұздай су құйып алуды ұмытпаңыз, себебі ол қамыр жабыспай жақсы түсетін болады. Оның үстіне жаңағы дайын болған подливымызды осылайша құйып аламыз. Міне, осылайша үй жағдайында нан салма немесе аймаш тағамы дайын. Өте дәмді. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.